Достар, сәлем. Бүгін осы видеода сіздерге финский сервелат колбасасын үй жағдайында қалай жасалғанын көрсететін боламын. Бізге сиыр етімен және тауық еті қажет болады. Өздеріңіз мясорубкадан өткізіп алсаңыздар да болады, немесе дайын фаршты сатып алсаңыздар да болады. Екеуін теңдей етіп осылай аламыз да жақсылап араластырып аламыз. Енді осы еттің үстіне бізге неше түрлі специялар қажет болады. Осындай мерная ложка қажет. Осы мерная ложкамен барлығын өлшеп саламыз. Специялардың барлығын салып болғаннан кейін әбден жақсылап араластырып алуымыз керек. Міне видеода көрсетілгендей жақсылап тұрып араластырып алдық. Енді оны холодильникке 10-12 сағатқа осадкаға жібереміз. Міне бізге осындай оболочка қажет болады. Және өзінің специальный жібі болады. Оболочка бізде коллагеннен. Және де бізге осындай шприц қажет болады. Осы жаңағы етті, фаршты осы шприцке салып, оболочкаға осы шприц арқылы жіберетін боламыз. Етіміздің градусы 10-12 градус болу керек, салқын болу керек. Яғни міне шприцқа салып, оболочкаға жақсылап тұрып, нығыздап тұрып құямыз. Ауа кіріп кетпеу қажет. Егерде ауа кіріп кеткен жағдайда зубочистканың көмегімен ауа қалып кеткен жерлерін жай тесіп аламыз. Оның барлығы видеода көрсетілген. Міне менен 1 килограмм еттен осындай 2 колбаса шықты. Ең бірінші колбасаларды біз сушкаға жібереміз. Сушить етуіміз керек. Духовканың қақпағын, духовканың есігін, то есть осылай кішкене ашып қоюымыз қажет болады. 30 минут сушкада тұрған соң оны толығымен 3 сағатқа, немесе 2,5-3 сағатқа примерно пісіруге жібереміз. Определенный өзінің градусы болу керек. Менде міне духовкада кішкене термометр тұр. Нақты ішіндегі градусын осылай көрсетіп тұрады. Және де осындай термометр болады. Оны колбасаның піскен-піспегенін байқаймыз. Осы арқылы тексереміз. Піскен колбаса 70-72 градуста болу қажет. Міне колбасаны кесіп көрдім. Толығымен піскен, өте дәмді шықты. Негізі менде етте май мүлде болған жоқ. Сондықтан майсыз колбаса болды. Негізі міндетті түрде май салған дұрыс болады. Колбаса маймен тәттірек болып келеді. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып кетсеңіздер болады.